өте маңызды шешімдердің бірі, өте маңызды сұрақтардың бірі. 9-дан кеткенім дұрыс па, немесе 11-ден кеткенім дұрыс па? 1 балл жетпей қалып, грантқа түспей қалып, сіздер 9-дан кейін кетсеңіздер де ентіні болашақта қалай болғанда да тапсырасыздар. Колледждің аты колледж. Тасты да су теседі дейді. Сәлем достар, есім Қуанышбекова Санель. Егер де сіздерге мамандық таңдау туралы, университет таңдау туралы немесе енті тақырыбындағы видеолар қызықты болса, осы тақырыптар сіздерді мазаласа, сіздер дәл дұрыс видеоға, дәл дұрыс каналға жолықтыңыздар. Егер де өздеріңіздің мамандықтарыңызды анықтағыларыңыз келсе, біздің YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін кез келген оқушының жалпы көкейіндегі қойылатын сұрақ, өте маңызды шешімдердің бірі, өте маңызды сұрақтардың бірі, яғни оқушы өзіне қоятын 9-дан кеткенім дұрыс па, немесе 11-ден кеткенім дұрыс па деген сұраққа жауап беретін боламыз. Бұл екі варианттың қайсысы нақты дұрыс екенін білу үшін міндетті түрде осы екі варианттың плюсы мен минусын анықтап көрейік. Бірақ оны бастамастан бұрын жалпы сіздерге өте маңызды сұрақ қойғым келе отыр. Не себепті оқушы 9-дан кетсем бекен деген өзіне сұрақты қояды? Не себепті ол бірден 11-ші сыныпқа қалмады? Ойланып көрдіңіз ба? Енді мен осыған өзімнің вариантымды айтайын. Негізі кез келген оқушылар 11-ші сыныпқа қалмай 9-ші сыныпқа кетем дегенге әсер ететін екі фактор бар. Біріншісі ол жалпы біздің оқушылар арасында, адамдардың арасында ұбт тақырыбындағы ақпараттардың өте қатты қорқыныштыланып айтуы және де аңыз ретінде айтылуы. То есть ұбт өте қатты қиын, оны тапсыру мүмкін емес, оған екінің бірі оны тапсыра алмайды, одан балл алу өте қиын, 1 балл жетпей қалып, грантқа түспей қалыпты деген секілді әртүрлі әңгімелерді естіп аламыз да, сосын біз уже қорқа бастаймыз. Даже біз ол туралы өзіміз қараған жоқпыз, ол туралы ақпарат зерттемесек те, өзімізге ұбт қиын, ұбт тапсыру мүмкін емес деген жалпы программаны жазып аламыз. Сол себепті де осындай қорқынышты әңгімелерден кейін және де өзіміздің ішіміздегі қорқыныштан кейін ұбт тапсыру мүмкін емес, мен тапсыра алмаймын, қиын екен, одан да 9-дан кете салайын деген ой болады. Екінші фактор, ол біздің өзімізге, өзіміздің білімімізге жалпы сенбейміз. Яғни, білесіздер, кез келген адамда бір мықты тұстар болады, осал тұстар болады. Бір оқушы барлық нәрсені, барлық пәннен мықты болуы мүмкін емес. Әрине болады кейбір оқушылар біраз пәннен мықты, бірақ кейбір пәндер оған да қиын болады, оны оқу керек болады. Сол секілді сіз де бір пәннен мықтысыз, мысалға математикадан мықты болуыңыз мүмкін, бірақ гуманитарлық пәндерден, аса қатты тілдік пәндерден немесе тарихтан осал болуыңыз мүмкін. Сосын сіз ойлана бастайсыз. Мен ана пәннен мықтымын, бірақ мына пәннен енді тапсыра алмаймын ау, мен білім жетпейді ау деген секілді. Мысалға менде мындай қорқыныш болды. Мен математика бәрінен мықты болдым да, бірақ Қазақстан тарихтан осал болдым. Отличница болғаны менде, әйтеуір мектеп кезінде бір түсінігіңді айтасың, 5-іңді аласың, 90-дықты 5-ке шығарасың, жылдықты 5-ке шығарасың, бірақ іштей мен түсінемін да, точно. Мен тарихтан өтіп қатты мықты емес екен, менде әлі фундамент әлі дұрыс қалыптаспаған екен. Сол себепті де мен ойлана бастадым, мен тарихтан білмеймін, ертең тарихтан жинай алмаймын ау. Математикадан әйтеуір бір 10-15 баллды жинайтын шығармын, бірақ тарихтан бір 5 баллды жинасам да ризамын деген секілді сондай ой қалыптасты. Сосын барып менде 9-дан кетсем бе екен деген ой қалыптасты. Бірақ оны сіздер негізі сондай бір осал тұстарыңыз болса да, сіздер 10-11 сынып кезінде 2 жылдың ішінде ол базаны қалыптастыра аласыздар. Яғни білесіздер, кез келген тілді, ағылшын тілін болсын, басқа тілді болсын, 3 айда, 4 айда меңгеруге болатынын. Дәл солай, басқа сіздің қиын пәніңізді де, мысалға тарихты болсын, 3-4 ай дайындалсаңыз, кәдімгідей фундаментін қойып, кәдімгідей фокуспен дайындалсаңыз, оны меңгеріп кетуге мүмкін. Бастысы фокус қойып дайындалу керек. Сізде тіпті 10-11 сынып кезінде 12 ай, яғни 24 ай 2 жыл уақытыңыз бар. Оны сіз кәдімгідей тарихты немесе басқа пәнді өстіп тұрып шыға аласыз. Ол мүмкін. Сол үшін егер де сізде бір қиын пәндеріңіз болса, немесе бір жағынан түсінбей жатсаңыз, немесе бірнеше пәндерден түсінбей жатсаңыз, тек қана мен білмейді екен, менің білімім аз екен, мен сол себепті де мен ентіден аз бала алады екенмін деп 9-ға қарай, 9-дан кетуді қарай ойлап, содан қашып жүрмеңіздер. Себебі сіздер 9-дан кейін кетсеңіздер де ентіні болашақта қалай болғанда да тапсырасыздар. Айтқандай, 9-шы сыныптан кететін оқушылардың көбісі осы екі фактордан қорқып
кетеді екен? Негізі 90-95% 9 сыныптан кететін оқушылар осы екі фактордан қорқады. Қалған 5% енді әрине 9-дан кетем, осы сымбат колледжіне немесе басқа бір колледжге түсем, осы жақтан оқимын деп өзіне шешім қабылдайды. Бірақ 90-95% ентіден қорыққан соң ғана 9-дан кетеді. Түсінікті, иә? Енді айтып кеткенде осы 9-дан кету дұрыс па, 11-ден кету дұрыс паны салыстырайық. Бірінші жылмен салыстырайық. Қанша жыл бізге оқуға уақыт кетеді екен? Біз ойлауымыз мүмкін 9-дан кейін кетсек, біз аздау оқимыз, яғни біз уақытымызды үнемдейміз деген секілді. Бірақ ол олай емес екен. Егер де сіздер 9-дан кейін кетсеңіздер, 9 жыл оқисыздар, одан кейін 4 жыл, негізі орташа есеппен колледжді 3-4 жыл оқиды, енді 4 жыл деп алайық. Қосымша тағы 4 жыл колледж оқисыздар, иә? Сонда 9-ға 4-ті қостық 13 жыл. Бірақ сіздер колледжде орта білімді алатындарыңызды ескерейін. Яғни универ ол жоғарғы оқу орны болған соң, оның дипломы жоғарғы білім болғандықтан, ал колледж ол орта білім болғандықтан, ол жерде, яғни сіз жоғарғы оқу орнында оқыды деп емес, орта білімді оқу орнында оқыды деп дипломда жазылып тұрады. Яғни колледждің аты колледж. Енді егер де сіздер болашақта мемлекетке жұмыс жасайтын болсаңыздар, ескеретін факт, егер де нақты мемлекетке жұмыс жасайтын болсаңыздар, қалай болғанда да сізден бакалаврдың, яғни жоғарғы оқу орнының дипломын сұрайды. Сұрамаса да, сіздің колледждегі дипломыңыздың жалақысы универдің дипломымен жалақысымен салыстырған кезде әлдеқайда аз болады. Дәл солай, универдің дипломының жалақысы мен магистратураның бітірген дипломның жалақысы әлдеқайда, яғни магистратураның әлдеқайда көбірек. Яғни егер де сіздер мемлекетке жұмыс жасайтын болсаңыздар, осындай айырмашылықтар болады. Егер де сіздер жоқ басқа бір компанияларға, немесе жеке кәсіпкер болам, немесе фрилансер болам, немесе өзім жұмыс жасайын десеңіздер, 9-дан кете беріңіздер, ол без проблем. Ал егер де мемлекетке жұмыс жасайтын болсаңыздар, қалай болғанда да колледжді бітірдіңіз, яғни 13 жыл болды ғой, 9-ға 4 жыл қостық, 13 жыл болды. Сіздер тағы да КТА тапсырып, КТА деген дәл сол енті, КТА тапсырып, қосымша 4-3 жыл универді қайтып оқисыздар. Яғни қайтадан жоғарғы оқу орнына тапсырып, 13 жылға 3-4 жылды қосайық, сонда шамамен 17-18 жыл жалпы қайтадан соны айналып келіп университетте оқу керек болады. Ал егер де сіздер 11-ге жалпы қалсаңыздар, 11 оқисыздар, 11 жыл, қосымша 4 жыл. Сонда бізде жалпы 15 жыл. 9-дан кеткенмен салыстырғанда жаңағы 17-18 жыл болса, мына жақта 15 жыл оқисыз, бірден сіз өзіңіздің жоғарғы оқу орнының дипломын алып шығасыз. Сол себепті де мен айтқым келгені, егер де сіздер мемлекеттік жалпы жұмыстарға жұмыс жасайтын болсаңыздар, жалпы сіздің мақсатыңыз сондай болса, бірден 11-ші сыныптан кеткен дұрыс. 9-ші сыныптан кетсеңіздер де, сіздер ертең университетке түсу үшін енті тапсыратындарыңыз анық. Оны просто біз КТА деп айтамыз. Дәл сол ентінің форматы, дәл сол ентіде кездесетін сұрақтар. Сол үшін одан біз асып еш жаққа кете алмаймыз. Түсінікті деп ойлаймын. Тіпті мысалға сіз дәрігер болсаңыз, дәрігер болғыңыз келсе, 11-ден кеткен тіпті дұрыс. Себебі колледжден сіз медициналық колледжге түссеңіз, сіз медсестра, медбике, жалпы медбрат болсаңыз, ал 11-ден кейін сіз уже дәрігердің, терапевттің дипломын алып шығасыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Яғни осындай дәрігерлік, педагогикалық секілді мамандықтарға 11-ден кеткен дұрыс. Бірақ одан бөлек сәл жеңіл мамандықтар демей-ақ қояйын, бірақ сонда да өтіп қатты ондай дипломды қажет етпейтін, мысалға туризм саласындағы, ресторанный дело деген секілді саласындағы мамандықтарды сіздер 9-дан кейін де оқып, сонымен ары қарай практика қалыптастырып, тәжірибе қалыптастырып кетсеңіздер болады. Себебі бұл жұмыстарда көбіне керісінше диплом қатта сағатты ойнамайды. Бұл жұмыстарда көбіне практикаңыз, сіздің қай жерде жұмыс жасағаныңыз, қанша жыл жұмыс жасағаныңыз, қандай нәтиже көрсеткеніңіз рөл ойнайды. Сонымен айтқым келгені, егер де сіздер 9-дан кейін кетіп қалсам, аздау жыл оқиды екем, немесе енді тапсырмайды екем деген секілді ой қалыптасса, ол қате пікір. Егер де сіздер мемлекеттік органға жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда қайтадан бакалаврдың білімін алу керек болады. Менің өзім мына вариант деп дұрыс деп айтпас едім, себебі кез келген адамның негізгі мақсаты жақсы маман иесі болу және де жақсы табыс тауып кету, бірақ көп жағдайда оған тікелей негізі диплом қалай болғанда да әсер етпейді. Ол сіздің еңбегіңізге әсер етеді. 9-дан кейін кетсеңіз де, 11-ден кейін кетсеңіз де,
сіз егер де түк еңбектенбесеңіз, түк оқымасаңыз, түк білім алмасаңыз, ол сіздің дипломыңыздың барынан жоқ жақсы, иә. Сол үшін қалай болғанда да қай сыныптан кетсеңіздер де сіздер еңбектену керек боласыздар. Қаншалықты еңбектендіңіздер, қаншалықты талпындыңыздар, қаншалықты жақсы білім алдыңыздар және де соған қарай ұмтылдыңыздар, қаншалықты сіздерде қиындық болса да алдыңызда, сізді жұмысқа алмаса да, жұмыс таба алмай жатсаңыз да, бірақ та сол үшін сіздер де өстіп кәдімгідей бір фокус қойып соған қарай сол мақсатыма жетем деп мақсат қойсаңыздар, оны да жетуге болады. Бастысы білім алып, жұмыс жасаңыздар, соған қарай еңбектеніңіздер. Тек қана дипломға сеніп қалудан қажет жоқ. Екі варианттың дұрысын, бұрысын таңдауыңыз ол өз еркіңізде, бірақ менің өзім 11 сыныпқа қалған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы достар, бүгін осындай кішігірім ғана ақпарат болды. Сіздерге құнды деп ойлаймын. Өстіп 9 бен 11 сыныптың арасында қайсысын таңдарын білмей жүрген, таңдай алмай жүрген оқушыларыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мамандық таңдау мектебі.